Сәлем достар, бүгін мен сіздермен әлеуметтік желі қызғаныш пен көреалмаушылықты ғана тудырады деген тақырыпта сөз қозғағым келіп отыр. Қазір барлығымыз шүкір Инстаграмда отырамыз, ТикТокта, Фейсбукта отыратындарыңыз бар шығар. Енді Фейсбук пен ТикТокта былай қойған кезде Инстаграм желісінде көп адам өзінің әдемі өмірін көп салады, әдемі картиналарды өте көп көреміз. Инстаграмның өзі әдемілікті жақсы көретін желі. Енді Pinterest'тегідей дана заттардың барлығы. Бірақ барлық адамның өмірі сондай ма деген сұрақ туады. Барлық адамның өмірінде сондай барлығы жақсы, барлығы күшті, идеалды ма? Меніңше ондай болуы мүмкін емес. Ешбір адамның өмірі идеалды, күшті, бай, берекелі. Енді біреу әйелдер жазып жатады, мен жармын, анамын, бизнес вуменмін, мен жақсы келінмін, жақсы жармын, мен табыстымын деп. Шын мәнінде мен зерттеуім бойынша табысты әйел еш уақытта мен табыстымын деп айтпайды. Бай адам еш уақытта мен баймын деп айтпайды. Мен бай адамдарды өзім көзіммен көргем, табысты әйелдер өз көзіммен көргем, сөйлескем. Шынын айтайын, сен оның тіпті бай емес екенін де ажыратамайсың. Олар қатты көзге түсетін киім кимейді, бренд киім алмайды мүлдем, бүткіл алтындарын тағып алып жүрмейді, мақтанбайды, өте қарапайым, қанша тауып жатыр білмейсің, тек олардың бай екенін үйіне барғанда ғана көресің, шынайы бай адамдар. Тіпті сөзінен, оның жүріс тұрысынан да аңғару қиын. Өте қарапайым ұстайды, өте қарапайым киінеді. Сол киімнен басқа өзі киімі бар ма екен деп ойлайсың, шыны керек. Өзін өзі ұстаулары өте қарапайым, тіпті қарапайым жұмысшы екен деп қаласың. Шын мәнінде бай адамдар өздерін өте қарапайым ұстайды, қарапайым киінеді, қарапайым жүріп тұрады, анау айтқандай асқақтап сөйлеп, бренд киіп, шалқып балқып жүрмейді. Олардың жаңа айтып жатырмын ғой, бай екенін тек қана үйіне барғанда ғана білесің деп, үйіндегі дүниелерді көріп. Ал кедей адам не істейді? Үйі жаңа быт-шыт болып жатса да, өзі әдемі болып, сәнденіп, бәрін үстіне тағып алып жүреді. Меніңше бұл кедейлік деп ойлаймын. Қазіргі кезде бұл нәрселер де ашылып жатыр. Көп нәрсені арендаға алуға болады. Квартираны, үйді, әдемі үйлерді, квартираларды алуға болады. Онда жаңа әдемі видеоларды, енді бір айға, 2 айға алсаң, әдемі видеоларды сәндеп тұрып түсіруге де болады. Арнайы мобилографтар олар үшін жұмыс жасайды, иә? Сол картинаны көріп, адамда қызығып, құлақ ұшып, жаңағы соған жазылып, былайша айтқанда жазылымын көбейтіп, сол адамның азаннан кешкен аузы ашылып қарап, өзінің өміріне көңілі толмай, өзін төмендетіп, мен соған жете алмай қалдым, сондай болуым керек еді деп көрсе қызарлық бізді қатты басып кетеді. Бірақ біз білмейміз да, ол әдейі жасалған сондай дүние деп ойлаймын мен. Әдейі ол дайындалады, әдейі оған жоспар құрады, адамдарды жалдайды. Сөйтіп, жаңағы жазылым жасап алып, әртүрлі адамдардан сөйтіп бір нәрсесін тықпалап, бір курсын сатып отырады. Бұл жерде түсінетін бір жағдай, егер сондай бай болса, сондай мықты болса, ол неге курс сатады деп ойлаймын да. Енді мен де сондай курс алып құрбан болғам, ондайлардың құрбаны болғам. Мен де ойлайтын, керемет, күшті, иә деп. Кәдімгідей ана сені сатып жатқан кезде басыңды айналдырып түсіреді кәдімгідей. Сен ойлайсың, адамның миы негіз, біз неге ондайларға сеніп қаламыз? Адамның миы жылдам нәрсені қабылдап тұрады. Ұзақ уақытты нәрсеге біз сенбей жатамыз. Ежелгі адамдардың миында сондай болған екен. Мен оны мына атом әдеттері деген кітаптарды, Джеймс Клердің атом әдеттері деген кітаптарын оқып отырып түсіндім. Ежелгі адамдарда қандай болған? Ертеңгісін ғана ойлайды, бүгінгісін ғана ойлайды, ертеңгісін ғана ойлайды, болды. Ары қарай ойламайды ол. Ал қазіргі адамдар ақыл ой жағынан жетілген ғой, біз білеміз. Бірақ біздің бәрімізде сол нәрсе миымызда қалып кеткен.
мен ерте байып кетуім де мен де мүмкін ғой, мен де сол сияқты керемет өмір сүріп жатуым мүмкін ғой дегенге біз сенеміз да. Бірақ өте көп кинолар бар, өте көп дәлелдер бар. Адам еш уақытта тез байып кетпейді. Табысты кәсіп еш уақытта 2-3 жылдың ішінде гүлденіп кетпейді. Ол өтірік. 2-3 жылдың ішінде гүлденіп кетті, 2-3 жылдың ішінде байып кеттім деген адам сенгісіз жағдай. Мен тіпті айтар едім, мүмкін емес деп. Себебі табысты кәсіптердің өзі, кәсіптің дамуы да оңай емес. Мысалы, бала қанша жаста есік кіре бастайды, иә, мысалы. Кәдімгі баланы айтайықшы, 5-6 жаста есік кіріп, кәдімгі адам қатарына қосылып қалады, иә, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түсініп, бірінші сыныпқа баратын уақытта. Тіпті кейбір балалар кешетіліп 7-8 жаста есік кіріп бастайды, иә. Сол секілді кәсіпте 5-6 жылдан кейін жемісін береді, гүлденеді, ары кетсе 7-8, тіпті ондаған жылдар кетуі мүмкін бір кәсіптің гүлденуіне. Ал мен кеше кедей едім, бүгін кәсіпкер болып қалдым, бүгін байып кеттім, үйтіп кеттім, бүйтіп кеттім, вилла алдым, үй алдым, бірде Мерседес алып кеттім дегендердің барлығы өтірік, көз бояушылық. Ол жай ғана сол курсының арқасында, сол Инстаграмның әдемі көрсетуінің арқасында ақша тауып отырған адамдар. Мен тіпті ондай адамдарға айтушы едім, тіпті алаяқтар деп. Себебі неге? Өзінің әдемін көрсете отыра, адамдарды алдай отыра, енді әрине оған сеніп қалған адамдар да кінәлі, бірақ солай көрсете отыра, өзінің өмірін керемет қылып көрсете отыра, жаңағы алдап, адамдардың ақшасын алдап алады да. Қазір мысалы қазақстандық фильм шығып жатыр, телесериал «Мошенники» деген, көріп жатқан боларсыздар. Әлі барлық толық сериалы біткен жоқ, бірақ сонда да айтылады. Тіпті президентіміздің өзі де айтты, Инстаграм иллюзия деп. Сондай иллюзия тудырады, кәдімгідей сен ойлайсың, адамдар керемет екен деп. Бірақ түптің түбінде оны білмейміз қандай үйде тұратын. Түптің түбінде оның жағдайы тап сондай ма, оны білмейміз. Оның бәрі жай бір көрсе өзіне еліктіріп, сол арқылы ақша тапқысы келген адамдар. Сол себепті де ондай әртүрлі өзін көрсетіп, өзінің бірдеңесімен мақтанып, баюды үйрететін әртүрлі инстаграмдардан, курстардан аулақ болу керек. Барлық кітап, барлық ілім-білімнің бәрі кітапта. Кітапты оқысаңыз, мысалы, сіз сол алған курстанда да білімді болып шығасыз. Олардың барлығы ютубта бар нәрсе, кітапта бар нәрсені айтады. Одан асып кете алмайды ешкім. Тіпті ғалымдардың өзі кітап жазған кезде адамдардың осы уақытқа жазып кеткен нәрселерін құрастырып жазады. Одан артық олар ештеңе ойлап таба алмайды. Қазір барлық нәрсе ойлап табылып қойған. Барлық ілім-білім кітапта. Оның орнына, курс сатып алудың орнына кітап алып оқысаңыздар, сол әлде қайда арзан болады бір жағы, әлде қайда ұғынықты, түсінікті болады. Ол кітапты сіз сосын бірнеше рет қайталап оқи аласыз. Тіпті кітапқа ақшам жоқ десеңіз, кітапханаға барып оқысаңыз да болады. Мысалы, қатты сондай бір білімге қатты құштар болып бара жатсаңыз, кітапхана көп, кітапхана жұмыс жасайды, кез келген қала, ауылда тіпті. Сол кітапханадан барып керек кітабыңызды іздеп тауып, өзіңіз оқып, өзіңізге керекті ақпаратты ала аласыз. Сонымен қатар, сондай баюды үйрететін түрлі парақшалардан меніңше жазылымға жазылмаңыздар. Оның бәрі иллюзия, оның бәрін мен ондай парақшалардың бәрін блоктап тастағам қазір бәрінен. Кәдімгідей шын мәніндегі адамдардың өмірін ғана көрем. Шынайы, тіпті мен шынымды айтайын, Инстаграмды өшіріп тастағам. Неге? Себебі өте көп уақытымды алды, дамуыма кері әсер етті. Мен бәрібірде әдет болып қалған, Инстаграм шықпай береді. Сонда мен Инстаграмды өшіріп тастадым да. Осы өміріме шүкір, барыма шүкір, балаларыма қарап, балаларым дамуына қарап, қазір көбіне көп көңіл бөліп, оқуларына олардың көңіл бөліп, әртүрлі жаста ғой, мен балаларым соларға көңіл бөліп, өзімнің дамуымна көңіл бөліп, барынша кітап оқып, солай өзімнің зейінімді сол кітап арқылы білімді жетілдіріп жатырмын. Ең ұғынықты, ең жақсы жол сол. Оның үстіне өзімді бұрынға қарағанда жақсы сезінем. Инстаграмды өшіріп тастағалы бері өзімді кәдімгідей адам ретінде сезініп қалдым десем де болады. Сіздерге де кеңес беремін. Тіпті сондай нәрсе, егер сіздерді қатты бір мазалап жатса,
ақпарат алаңы көп қой инстаграмды өшіріп қойыңыздар, мүлдем өшіріп тастаңыздар ол қолданбаны. Оданша кәдімгі өздеріңіздің өмірлеріңізге көңіл бөліңіздер, өздеріңіздің дамуларыңызға, балалардың дамуларыңызға, жалпы үй ішіңіздерге. Сондай достар, көргендеріңізге рахмет. Сіздерге бар айтпағым осы. Видеоның барынша қысқа болғанын қалаған едім. Сіздердің ойларыңыз қалай, комментарийге жаза отырыңыздар.